Короче, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін, короче, бірінші Алматыға, потом Таразға поездка, потолок ойнап отыр. Со мной Ернар. Неге? Ну, ямалар тық жаман, я? Мен ана Кияда вообще та-та-та-та-та деп естіледі. Сол үшін мен ана немен жүрем? Встречкамен жүрем. Кайф емес балалар. Тұрасында жүреді екенсің осы. Базар әнет, тема. Бағашты осылай, короче. Ағылай батыр, мына жерде автосын саны базар. И прямой, мына жақта уже парк, мына жақта бар еді. Все, короче. Короче, мынау автостанция. Мына жақта мынандай тема отыр. Мен автобуспен до Алматы поедем. Потом с Алматы в Тараз. Кем-то найдем, ол жақтан көреміз енді. Сағат примерно 7:30 ба, сондай ғой. Мен мынандай общем атмосфера. Дерзкий. Әлі күнге дейін мені ойлай, басқа жандарға көңілім толмай, табылмадым ба сені дұрыс қолдай, сенің еркелігіңе мүлде тоймай, саған түнде смс жолдай, түнгі қаланы В общем, Приозерск дейтін жерге келіп, о жақта Приозерск дейтін. Баяғыда военный часть сондай бар. Баяғыда емес, білмеймін, қазір бар ма білмеймін. Мына жақта пойыз, солай пойыздың ана жақтан жүреді. Мына жақ уже автобан сондай ғой. Мына автобус осындай ғой. Обзор мынандай. Өзім басқасын білмеймін, өзім мына жерге отырып, әңгіме тәуек біратыр, короче. В общем, Қаншенгел деген жердеміз. Алматыға примерно 2 сағаттай қалды. Просто Қаншенгелге дейін жол екен нормально да. Одан кейін ары қарай быт жол бар өзі сондай. Ұзақ бірдеңе жол. Ұйықтап кетіп не болып отырық та. Тұрып ұйықтап кетіп сондай бірдеңе болып отыр ғой. А так әдемі келатыр. Мына жерде ұйықтаған неудобно екен. Мынаны бүйтіп сол арқа, мынау тіп-тіке ғой еще. Тіп-тіке ұйықтап келгенсің ғой. Тәтті бауырсақтарың жолы мама, әке қалың қара қамшы менің қолым мама, әже алдым мен айраныңыздан дәм таттым, ата ұмытылмайды берген әр бат. В общем, Алматыға келдік. Жаңа кешке 8:30-да шығып, бүгін 6:30-да жетті. Алматы бөлек қой, погодасы. Ана жақта андай сайран бір өзен бар андай. Бір қарасың толып тұрады, бір қарасың жоқ болып кетеді ма сондай. В общем, кайф қой, погода дейді, жатыр ғой. Короче, автобустың ішіне обзор түсірейін деген ғой. Мына, в общем, бұлай. Автобустың ішіне обзор бітті. Автобуспен келдік, в общем. Әдемі келдік негізі. Мынандай ғой, короче. В общем, автобусты үйсіп жүреді екен. Тяжко автобус жүреді екен. Алматы бұлай көрінеді ғой. Алақанда қандай, алақанда қандай. Мына сайран арты. Көбісін білмейді жер. Бұлай көрінеді арты. Емін мына жақта жаңағы өзен ғой. Біресе тартылып кетеді, біресе толып кетеді. Басын түсіне алмай қалғанмен. Әшейін көл ма десем, бірдеңе осы. Түсінбедім, сұрақ көру керек. Біреуді білетін біреуді. Мына жер касса. Üstünde mini market жауып салған, міне. Үстін жауып салып солай,
Кафе ан жағында екен ғой. Баяғында үстіне келіп аралап ұрыс естігенсің ғой, короче. Андай үшін. В общем, Таразға баратын осы 2 спринтер 08 деп дейік палуандар. Таразский спринтер деп. Осының біреумен бару керек болып тұрды. Бірақ мен өз прямой Таразға бармаймын. Сол жақта өз бара жатқанда Луговой дейтін станция бар. Сол жаққа түсіп болған. Сосын 24-і 2-сі күні 2 той болады. 2 той потолок той. Сол 2 тойға келген бұл негізі через Алматы барасың, қыдырып тек аспай. Сол. А так ничего особенного. Тартып жіберейін. Шымызда. Ой, рахмет балам. Оппа. Ту Таразға баратын спринтер осындай. Жалқаулық нәпсі, осылармен алысып келем. Уақыт өте тез, әлі жарысып келем. Жанымдағы жандарымнан ақыл алысып терең. Тек қана пайға бардың артынан ерем. Өткені сөтті, өкініш пен қайғы жоқ. Оңай табатын райымның қазір мекен жайы жоқ. Әрине қызық күндер есімнен кетпейді. Уақыт демдемейді, уақыт барлығын реттейді. Уақыт жылжиды, біреу есейеді, біреу өмірге шырылдап жаңадан келеді. Біреуі тәрбиеленеді, біреу тәрбие береді. Жастар алдыңда ойлан, артынан ереді. Сезем ағалық қасиетіңді, әрдайым есім аламай тартын өсиетіңді. Қанша рет жатырсыңды, қанша рет. Азақ бұлттанып тұрма, бірдің айтты, таудың бәрі көрінеді. Таудың басында үшін қар көрінеді. Қарға дейін көрінеді. В общем, андай Таразға бара жатқан кезде бір 2 сағат Таразға жетпей бір 45 минут жерде Луговой дейтін станция бар мені. Обай қолым қойын қапты. Мен мына жақта көрсетем. Сол жаққа түсіп қалдық. Сосын енді, короче, 2 той бар ғой, сол енді Таразда болады. Ой, в общем, тамадалап сол жүрмін. Не білді? Гастрольмен жүрген сияқты. Ташкентке 400 километр. Мені бүйтін андай ғана жақтан. Мені Луговой деген станция. Нау құлаған сондай. Бұл кете береді район вообще. В общем, осымен поездка бітті. И влог та бітті. Всем пока. Дейсің ғой, короче.